Жалпы білім беретін пәндер бойынша республикалық олимпиаданың облыстық кезеңінің жеңімпаздары анықталды. Білім додасына өңіріміздің 9 бен 11 сыныптың 528 оқушысы қатысты. Сайыс нәтижесінде 65 ұл қыз сәуір айында өтетін республикалық кезеңде өз білімдерін сынамақ. Республикалық олимпиаданың облыстық кезеңі биыл екі форматта, яғни онлайн және офлайн түрінде өтті. Айыртау және Тайынша аудандарында білім додасы офлайн, ал қалған мектептерде онлайн ұйымдастырылды. Сонымен қатар осы жылы 15 жалпы білім беретін пәндердің қатарына өзін-өзі тану енгізілді. Балалар тапсырмаларды компьютер мен интернетті пайдалана отырып, Дарын республикалық ғылыми-практикалық орталығының сайтында өз бетінше жүктеп ала алды. Алина Визигина Есіл ауданы Явленка орта мектебінің 11 сынып оқушысы. Ол мұндай білім додаларына 7 сыныптан бері қатысып келеді. Қыз бала сайыста 1 орынға ие болды. 7 сыныптан бастап мен қазақ тілі олимпиадаға кіріп, облыстық және де республикалық деңгейлерге өттім. Қатыстым. Республикаға 2 рет өттім, онда 2 рет 2-ші жүлделі орынға ие болдым. Ал елбасы медалі бағдарламасына қатысушылар таланттар мен дағдылар, ұлттық мұра, волонтер, спорт, кітап оқу, еңбек тәжірибесі және туризм секілді 7 бағыт бойынша тапсырмаларды орындауы тиіс. Медаль елбасы. Елбасы медалі бағдарламасы ел үміті жол картасын іске асыру шеңберіндегі ең ауқымдысы болып табылады. Ол Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті, елбасы қоры мемлекеттік органдармен, білім беру мекемелерімен және қоғамдық ұйымдармен әріптестікте іске асырылады. Елбасы медалі бағдарламасына 14-29 жас аралығындағы жастар қатыса алады. Биыл облыс бойынша өз білімін сынаймын деген 800-ден астам қатысушы тіркелді. Алайда жоба барысында финалға дейін 373 қатысушы өте алды. Майгүл Сейілбек, жаңалықтар қызметі.